Оған имам бірнеше мысалдарды да келтірді. Мысалы, имам Абу Ханифа рахимахуллаға имам Абу Муқатил шәкірті мынадай сұрақ қояды. Бұл бәрімізге қатысты. Ол біздің осы тақырыбымызға да қатысты. Адам ақылын істету керек. Алла тағала ақыл берген адамға. Сөйтіп Абу Муқатил Абу Ханифаға сұрақ қояды. Бір адам дейді, сондай керемет шыншыл, әділ деп танылған дейді да. Бірақ сол адам дейді, өзіне кімнің қиянат жасаушы екендігін ажыратып білмейді дейді. Бұл адам туралы не дейсіз дейді. Түсіндіңіз ме? Ой, мысалы бір адам бар дейді, керемет, мықты, бәрін білет деп айтты дейді. Солай танылды дейді. Бірақ сол адам дейді, өзіне қиянат жасап тұрған адамды біле алмаса, ол адам туралы не дейсіз дейді. Яғни кімнің қойған сұрағы Абу Муқатилдің Абу Ханифаға не дейді? Қиянат, әділ адам деген ол ешқашан қиянат жасамайтын адам. Қиянат жасамайтын адам дейді, өзіне қиянат жасап тұрған адамның қиянаттылығын білмесе дейді, сол адам туралы не дейсіз дейді. Сонда имам Абу Ханифа рахимахулла бұл сұраққа мынадай мысал келтіреді. 4 адам дейді. 1, 2, 3, 4 дейді. Осы 4 адамға дейді, бір түсті киімді әкеп көрсетеміз дейді. Мысалы, мен үстімдегі жиде ақ. Бұл бауырымнан сұрадым, мынаның түрі қандай дедім. Ол айтты, қызыл деді. Абу Ханифаның мысалын қараңыз. Екінші бауырымнан сұрадым, мынаның түрі қалай дедім. Сары деді дейді. Үшінші бауырымнан сұрадым, мына жидемнің түрі қалай дедім. Қара деді. Сосын 4-ші барып бауырымыздан сұрадым, мынаның түрі қалай деді. Ақ деп айтты дейді. Бұл бауырымыз 4-ші. Жиденің ақ екендігін не істеді? Дәл айтып тұр. Машалла. Сөйтіп әлгі адамнан сұраймыз дейді. Бауырым, сен жиденің ақ екендігін білдің. Машалла, керемет. Ал енді мына 3 адам туралы не айтасыз деп сұрақ қоямыз дейді. Сонда әлгі адам тұрып айтса дейді, мүмкін бұлардікі де дұрыс шығар десе дейді, мен үшін ең надам адам сол дейді. Жынды ол. Бұл кісі қызыл деді, бұл кісі сары деді, бұл кісі қара деді, ол кісі ақ деді. Дұрыс, көйлек ақ. Енді бірақ мына 3 адам туралы не дейсің деді. Дәл тауып тұр ол кісі. А мына 3 адам туралы не дейсің деген кезде дейді. Білмеймін, мүмкін олардікі де дұрыс секілді, дұрыс шығар деп айтқан адам секілді дейді. Өзі қиянаттан сақтана тұрып дейді. Қиянаттың не екенін білмесе дейді. Ажырата алмаса дейді. Біреудің қиянатын дейді. Ол дейді, мен үшін дейді, наданның ең наданы деп қабылдаймын деген. Мысалы, қарижиттер мұсылман болып тұрып, үлкен күнә зинаны жасаған адамды кәпір дейді. Түсіздер ме? Бірақ та ғұламалардың, әхлі сүннет, ол жамағаттың көзқарасын ұстанып тұрып, қарижиттердің көзқарасына не дейсің деген кезде дейді, мүмкін олардікі де дұрыс шығар деген мысалды алға тартпақ болған. Көрдіңіз ме? Жаңағы 4 адамның мысалын келтіруі Абу Ханифаның осы сұрақты айтқан. Себебі заманда адамдар болған. Мұсылманмын деп тұрып, зина жасаған адам діннен шықпайды дейді. Олар оны білді дейді. Ал бірақ діннен шығады деп тұрған қарижиттер туралы не дейсіңдер десе дейді. Енді оларда ойдан шығарып атқан жоқ қой, хадиске сүйеніп атыр ғой деген ойды айтады дейді. Сондай адамдар дейді, жаңағы 4 адамның мысалы сияқты дейді. Сонда Абу Ханифа айтады, проблема дейді, мына үшеуінде емес дейді. Проблема ана кісіде дейді. Көйлектің ақ екендігін біліп тұрып дейді,
Аналар туралы не дейсің дегенде дейді, мүмкін олардікі де дұрыс шығар дегендік үшін дейді. Бұлар өзі ойын айтып тұр. Мүмкін ол кісілердің дәлелі де бар шығар. Бірақ проблема кімде? Ана төртінші адамда. Сондықтан біз ақиқатты тану керекпіз. Ақиқатты тану керекпіз. Сол нәрсе мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның имамның айтып жатқан нәрсесіне ашық болды дейді да, белгісі. Пайғамбарлықтың пайғамбарымыздың бойынан көрінген, егер адам сәл ғана бүйтіп ойланатын болса дейді. Түсінді? Сондықтан имам Абу Ханифаның қандай мысалы біз үшін не болып жатыр? Дәлел болып жатыр. Дәлел болып жатыр. Өйткені ақиқат біреу, ол көйлек ақ, қара емес, қызыл емес. Ал бірақ мына кісілердің айтып тұрған ол қате. Олардың өз дәлелі бар деуге болмайды, өйткені көйлек ақ. Ал енді дейді, оның ақ екенін біле тұрып, мыналар туралы не дейсің десе, олардың да дәлелі бар десе, ол адам мен үшін ең адамдардың наданы болып есептеледі дейді. Келіп дәрет алу біліп тұрған адам, дәреттің қалай алуын білмей болса, бір адам кірді да намаз оқуды білмей тұрса, мынау надан екен ғой десе дейді. Жоқ дейді Абу Ханифа. Одан да надан адам бар, жаңағы адам дейді. Ақиқатты көйлектің ақ екенін көріп тұрып, басқа түрді айтып тұрған адамдарды қателеспеді деп айту. Бұл бауырымыз айту керек. Я, көйлек ақ, мына үшеуі қателесіп тұр деп айту керек. Енді олардың да дәлелі бар шығар деу дейді. Ондай адам дейді, мен үшін ең адамдардың наданы дейді. Әл-ғалим уәл-мутағаллим деген, ұстаз бен шәкірт деген кітабында келтірген бұны. Қараңыздар, сонда Абу Мұқатил шәкірті қандай дана сұрақ қойғанда, соған қандай парасаттылықпен Абу Ханифа жауап берген. Ол жай ғана мысал емес, ол көп нәрсені қамтып кетті. Сондықтан ақиқат, ол тура танылатын нәрсе, ол бұрмаланбайды. Ақиқат сондықтан сол үшін ол қымбат. Ең қымбат нәрсе ол ақиқат. Сол секілді онда тұру ақиқатта. Оны сақтап қалу ең қиын нәрсе. Бұны естен шығармаңыздар. Ең қымбат нәрсе ол ақиқат. Ал ең қиын нәрсе ақиқатта тұру. Мысалы, сенің балаңды алдың алып кеп, кішкентай балаңды алып кеп, басына қаруды тіреп айтса, қазір мына қызметіңді тастап кетпейтін болсаң, ат бастайын бесе, сен қызметіңді тастап кетесің. Жеңіл. Ал егер келіп, балаңа қару тіреп тұрып айтса, діннен қайт десе, ақиқаттан, ол қиын нәрсе. Құдай басқа самасын ол. Бұл сахабалардың басынан өткен нәрсе. Сондықтан ақиқатта тұрып қалу, ақиқатта тұру, ол ең қиын нәрсе. Мысалы, қазір қару тіреп, давай шешін десе, шешінуге болады. Ал енді айтса, жаңа, давай діннен қайт дейтін болса бар ғой, ақиқаттан қайт деу, ол онда тұру ең қиын нәрсе. Сондықтан ақиқат, ол ақты ақ деу керек. Қараны қара деу керек. Ақтың ақ екендігін танып тұрып, қараның да өз дәлелі бар деу, ол ең надан адам. Міне сол жаман. Ақ па? Ақты ақ деп айтуымыз керек. Өйткені ол хақ. Жалтармау керек адам ақиқаттан. Сол белгісі пайғамбарымыздың бойында болды. Шыншылдық, әс-сыдық. Әс-сыдық. Қараңыздар, әл-амана, аманатшыл деген қасиеті бойған бойында. Мүшриктер жиналып жатыр, оны бәр ру жиналып бірден жаңағы қару жұмсап, пайғамбарды өлтіріп, қанын бүкіл руға бөліп тастамақ, ешкім бір-бірінен дауламайтындай. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орнына Алиді тастап не деді? Мынау Нұр болдыкі, апарып бересің. Мынау Абу Жахілдікі. Айтып атыр.
өзіне қастандық өлтірейін деп отырған мүшриктердің көсемдерінің малын орын-орнына қайтарып бер деп жатыр да. Міне пайғамбарлықтың белгісі бұл. Адам ақыл қойса кішкене түсінеді. Олар ойлану керек еді. Біз мынаған қастық жасап жатырмыз. Бұл кісі болса біздің малдарымызды, сақтаған ақша дүниемізді өзімізге қайтарып беріп, және қашып кетіп жатыр. Бұл алып кетсе де болатын еді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мүшриктермен сондай мәміле жасаған. Құрметті мұсылман бауырлар, біз сол мәмілені мүшрик былай тұрсын, мұсылман бауырымызға жасай алмаймыз. Ойлаңызшы. Ойлаңызшы. Пайғамбар өзіне қастық жасаған адамға мынау соның аманаты апарып бересін деп қалдырып кетіп жатыр. Біз болсақ не дейміз? Өзі кінәлі ғой. Болды, мен алып кетем дейсің ғой. Жоқ. Сондықтан олар жеңді, олар өсті, олар дамыды. Біз бір-бірімізді алдаймыз, ренжітеміз, құрметтемейміз, тіпті сәлемдеспей жаныңнан өтіп бара жататын бар. Сен танығанға да, танымағанға да сәлем бер деген пайғамбардың сүннәті қайда? Мен мұсылманмын ғой. Ашхаду алла илаха илlallah ва ашхаду анна Мұхаммад расул. Сен қалай қызған? Мен мұсылманмын. Сен сақал қойғанның не керегі бар? Сен пайғамбардың сәлем беру сүннәтін орындамасаң. Бірінші беруге тырысам. Өтіп кетпесінші деймін да. Міне біздің жағдайымыз. Мұсылманға ғана зияндық жасап жатыр. Бізге зияндық жасап жатқан жоқ. Кім? Мұсылманға ғана зияндық жасап. Дәріс алмайтын кім? Мұсылмандар. Неге келмейді дәріске? Неге тажвид оқымайды? Неге тәпсір үйренбейді? Неге хадис үйренбейді? Неге баласына Құран жаттатпайды? Жоқ. Біреу жоқ біздің бойымызда. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қарағанда оның бойында болған бұл нәрсе. Сахабалар тырысқан. Дұрыс, пайғамбар емеспіз біз. Бірақ пайғамбарымыз не деді? Мен сендер секілді емеспін деді. Бірақ деді, менің сүннәтімнің шамасы келетін орындаңдар. Қайсына шамаң жетеді? Орында. Сонда бір сүннәтті орындап, бір сүннәтті тастап қоймау керек адам. Ол біздің сауатсыздығымыз, надандығымыз. Мына жиденің ақ екенін көріп тұрып, ақ деп айтуға арланатындар бар. Айтсай ақ қой мынау. Мойындасай. Мойындау керек қой, мынау ақ қой. Жоқ, үндемейді. Ол ақиқатты іздеген адам емес. Ол ақиқатты іздеген адам емес. Ақиқатты іздеген адам, ақиқатты таныған адам тура айтасыз, мынау ақ деп айтады. Сондықтан Алла субханау тағала біздерге бірлік берсін. Алла тағала ауыз бірлігімізден айырмасын. Не ол бөлініп, бір-бірін тыңдамайды. Кім? Мұсылманды ғана тыңдамайды. Мұсылманды ғана тыңдамайды. Қалғандары бір-бірін тыңдап жатыр олар. Бірігіп атыр. Әйтеуір бірдеңе. Бұған бәріне себеп біздің надандығымыз, сауатсыздығымыз. Алланың кәламы, пайғамбарымыздың ең үлкен мұғжизасы Құранға мән бермеуіміз. Оқы деп тұрса да оқымаймыз. Оқы деп тұрса да оқымаймыз. Міне.
Бөлінбеңдер деп тұрса бөлінеміз. Құранның сөзі. Уақтасиму бихаблиллахи жамиъан ва ла тафаррақу дейді. Алланың дініне бекем ұстаңдар, бөлінбең, бөлінеміз. Оқы дейді, оқымаймыз. Оқымаймыз. Бір-бірлеріңе мейірімді болыңдар, мейірімді болмаймыз. Біз сонда не істеп отырмыз? Біз Құранға қайшы амал жасап отырмыз да. Бөлінбе десе бөлініп отырмыз. Оқы десе оқымаймыз. А Құран қайда қалды сонда? Ғұламаларды тыңда дейді, Құран дейді, фасәлу ахла зикр. Тыңдамаймыз. Не істеп отырмыз біз сонда? Ойлаңызшы. Алла Тағала айтты Құранда оқыңдар дейді, оқымаймыз. Бөлінбеңдер дейді, бөлінеміз. Не дейді? Ғұламалардан сұраңдар дейді, сұрамаймыз. Басшыларға бағынып, бағынбаймыз. Не істеп отырмыз біз сонда? Біз ойландық па осыны? Жаңа Серік иман бауырымыз тыңдадыға Құран қандай керемет. Сол Құранды біз тыңдап жатқан жоқпыз. Құранды біз тыңдап жатқан жоқпыз. Тыңдағанда біз ілім алатын ек. Тыңдағанда біз бөлінбейтін ек. Тыңдағанда біз ғалымдарды тыңдайтын ек. Солай еді. Бірақ біз Құранға қараған жоқпыз біз. Міне мұсылмандардың кейпі. Негізгі шынайы келбеті бүгінгі осындай. Қанша хадис, қанша аятқа қайшы шығып атқандығымызды жіпке тізгендей қазір айтып беруге болады. Осы отырған біздің қанша аятқа, қанша хадиске қайшы келіп жатқандығымызды айтып беруге болады. Мүмкін сағаттап уақыт кетерді. Бірақ аянышты халіміз. Аянышты біздің халіміз. Сондықтан біз бейшара күн кешудеміз. Сондықтан бұл біздің бірақ нәрсе. Надандығымыз ақиқатты көріп тұрып, мына жиденің ақ екенін көріп тұрып, ақ деп айтуға батылымыздың бармауы. Немесе ақиқаттан жалтаруымыз. Сондықтан көзді ашып қарау керек. Көзді ашып қарау керек. Құранды ашу керек. Оқу керек. Білу керек. Сондықтан тақуалық, сол Алладан қорқу, біз сол Алланың түсірген кітабы Құранға толық амал етіп жатырмыз біз, Осы нәрсе бізге қорқыныш әкеу керек. Міне біздің қалымыз. Шынайы бет пердеміз осы. Алла Субхана Тағала жеңілдік берсін бізге. Ниетті туралау керек. Құранды білуге, хадисті білуге, Құранның тәпсірін білуге ұмтылу керек. Жармасуымыз керек. Қиналып болсын бір сәт уақыт тауып, ілімге ұмтылуымыз керек. Көзді ашу керек. Соқырмыз. Естімейміз, кереңбіз. Сөйлей алмаймыз, мылқаумыз. Умар ибн Абдул-Азиз, білесіздер, халифа, оны даже мынау 5-ші халиф деп атайды. 4 хулафа рашидидан кейінгі дейді. Сондай әділ болған. Өте азақ уақыт болған. Сол кісіден бір күн қазынаның иесі, банкир ғой енді қазіргі тілмен айтқанда. Қазынаның иесі сол кезде мұсылмандардың жаңа. Айтыпты, әмир, осылай бір айда, мысалы, осы Наурыздыкін еңбегін алған ғой енді өзінің. Енді сәуір айынкін ала тұрсам, алдын ала қажет болып тұр деген ғой. Сонда Умар ибн Абдул-Азиз жымиып күледі дейді, әрине рұқсат деп. Енді жаңа кісі сұрапты, неге жымидыңыз деп. Біз енді бір сағаттан кейін өмір сүреміз бе білмейміз ғой деп айтады дейді.
Сен бір айды ойлап атсың ғой дейді да. Енді жымиған ғой. Сондай сенімді уверен екенсің ғой деген ғой енді. Бір айды ойлап атсың. Мүмкін ол айға жетпей, он айдың еңбек ақыны алмайтын да шығарсың деген мысал. Біз бір сағаттан кейін өмір сүретінімізді білмейміз ғой деп жымиған екен да. Біз айтамыз, қарызға ақша берші дейміз да. 2 жылдан кейін қайтарамыз дейміз. Бірақ білмейміз, бір сағаттан кейін өмір сүреміз бе, сүрмейміз бе. Мұсылман өте сақ болу керек. Өте ұқыпты болуымыз керек. Өте ұқыпты болуымыз керек. Оқып сол ұлылардың өмірінен ғибрат алуымыз керекпіз. Сол кезде біз бірлігіміз жарасады. Сол кезде біздің жаңағы сапамыз көтеріледі. Олай болмаса болмайды. Міне құрметті ағайын, құрметті жамағат, міне Алла субханала тағала баршамызға разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның бойындағы қасиетін Алла тағала шамамыз келгенше орындауды бәрімізге нәсіп етсін. Шыншылдық, әділдік. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.